Құрметті оқушы, біз саған қашықтықтан оқудың ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Сен біраз уақыт ерекше түрде білім алатын боласың. Бұл қалыпты сыныптағы сабақтан өзгеше білім алу түрі. Қашықтықтан оқу кезінде сенің жаныңда мұғалім де, сыныптасың да болмайды. Сен енді үйде отырып, өз бетіңмен оқитын боласың. Бұл оқудың табысты болуы тікелей өзіңе байланысты, және саған бірнеше ережелерді орындауға тура келеді. Компьютер мен смартфон тек ойын үшін емес, енді оқу үшін. Сен компьютер мен смартфонды білім алу үшін қолданатын боласың. Олар арқылы онлайн сабақтарға кіресің, мұғалімнің ұсынған интерактивті тапсырмаларын орындайсың, немесе бейне жазба сабақтарды көретін боласың. Қашықтықтан оқу дегеніміз үнемі компьютердің алдында онлайн отыру деген сөз емес. Қашықтықтан оқу аз мөлшердегі онлайн сабақ, ал көп мөлшердегі сенің жеке оқуың. Сен белгіленген уақыт бойынша онлайн сабақтарға кіресің, ал қалған уақытта оқулықтың, дәптердің көмегімен жеке тапсырмаларды орындайтын боласың. Ал енді сен осы қашықтықтан оқуға қалай дайындаласың? Саған бірнеше кеңестер берейік. Бірінші, мұғалім жіберген онлайн сабақтарын кестесімен таныс. Ата-анаңмен бірлесіп, күн тәртібіңді жоспарла. Ұйқы, тамақ ішу, дем алу, онлайн сабақтарға қатысу, өз бетіңмен жеке тапсырмаларды орындаудың уақыттарын белгілеп ал. Екінші, қашықтықтан оқуға қажетті арнайы құралдардың дайындығын қадағала. Қандай да бір кедергілер кездессе, ата-анаңнан көмек сұра. Келесі, оқу орныңды дайында.